Казани пройдет выставка «Ултуэным». Это выставка казахстанских производителей, организованная фондом «Дому». Я прилетаю 23-го, да, и сразу же бегу на эту выставку, потому что я всегда поддерживаю Made in Казахстан. Я сама производитель Made in Казахстан, и все, что производят наши казахстанские производители, начиная с мебели, посуды, одежды, вот всего, смыслов, я все всегда поддерживаю, поэтому с 22 мая по 24 мая на Экспо увидимся на выставке «Ултуэным». Gözlerimden tөгілгенде тамшылар, өзің барсың хабарласып хал сұрар. Өз еркіңмен өзге жанға басию, жүректегі жазылмаған заң шығар. Ай менің күндей, жанымыз бірдей, өтпейді ғұмыр сүюді білмей. Бағындым үнсіз, сағындым кімсіз, жұбатып мені жанымда жүрсіз. Гардеробында қанша көйлек бар? Ой, Сен бұл көйлектерді не істейсің сосын? Бір рет киесің, бір рет кием, екінші рет уже кимейсің. кием. Былай. Ну, үшінші рет точно кимейсің. Үшінші ретте кию мүмкінмін, бірақ енді Ну, қайда киесің? Уже бір рет көрдік, екінші рет көрдік, үшінші рет уже... енді бірақ бір айдан асырмаймын. Бір ай бойы, бір ай кием енді. Иә, Сосын басқасын тігеді. Енді қазір Азамат бар, Аргенбаев. иә. Бірақ осы көйлектерді сақтайсың ба, не істейсің? Сақтамаймын. Сенің Мен мына жерде ренжіп, бүгін адамдар деген жауыз ғой, өл, соттал деп сөйлейді да, сосын құрсыз өлсе өле қалайын деп ойлап едім бүгін. Онымен өлмейін деп жатыр. Өлмеудің себебі мына апай бүйтейін. Менің қызым жақсы болды дей ма? Менің қызым осыдан 3-4 жыл бұрын келіпті сізге. Содан кейін яғына келген екен, сондай жақсы болдым. Туған қызыңыз айтты. Туған қызым айтып тұр. Сондай жақсы болып кеттім. Сол кісіге анашым барыңызшы, сол кісі келді деп естідім деді. Сөйтіп жіберіп отыр мені сізге. Қызыңыз бақытты болсын. Туған анасын жаман алаяқ болсам жібермейді ғой. Осы сертификат сұрайтын қыз, міне сертификат. Оны мен қаяқтан өтірік айтып жатыр солай ма? Кегеніңізді ести сап жіберді ғой мені. Әрі қара. Сертификат деген осы ғой қыз. Достар, мен мына жерде түсіріп жатқан жоқпын. Достар, біз Шымкентте адам қарап жатсақ, бір қыз, бір апай келіп тұрып немересімен. Кімнен естіп келдің, апай? Бір неден по пути ехали немен поезда. Олар келіп жақсы болған ба? Иә. Солар айтты ғой, болса, барып келіңіз обязательно. Қандай ол диагноз сіздерде? Сөйлемеді. Андай
Зайыр ма? Задержка. Орысша айта беріңіз сіз. Задержка речи. Қостанай жақтың біреулерден естідік дейді, сөйтіп балалары жақсы болған соң біздерге айтты, біз келдік дейді. И потом енді бізге кедергі болмаңыз, әрі қарай тұратыңыз. Ой, кішкентай ғой, бұлар тез кетеді. Друзья, я рассказывала вам о клинике Acıbadem. Мы делали большой материал на YouTube, вы можете посмотреть по этой ссылке. Я прохожу там сама чекап. Клиника шикарная, выглядит как 5-звездочный отель. Высококвалифицированные врачи, которые, кстати, регулярно проводят бесплатно офлайн и онлайн консультации. Так вот, 22 мая одна из ведущих онкологов этой клиники, Фунда Чарапчоглу, она является также профессором и доктором медицинских наук. Так вот, 22 мая одна из ведущих онкологов этой клиники, Фунда Чарапчоглу, она является также профессором и доктором медицинских наук, проведет совершенно бесплатно онлайн-консультацию. Достар, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Менде бір жаңалық бар. 22 мамыр күні Астанада ұлттық өнім выставкасы басталады. С 22 мая по 24 мая в Астане пройдет выставка «Ұлттық өнім». Это выставка казахстанских производителей, организованная фондом «Дому». Я прилетаю 23-го, да, и сразу же бегу на эту выставку, потому что я всегда поддерживаю Made in Kazakhstan. Я сама производитель Made in Kazakhstan, и все, что производят наши казахстанские производители. Стая сегодня после 9. Ты меня дома не жди, переночую где-то, солнце прольет на